әке, біз үшін барды бердің, рахмет әке. Үлгімсің мәңгі менің асыл әке, асқар биік қыраным. Рахмет ана, сыйыңның барлық үшін рахмет ана, әлемнің жарық үшін алтын қақпа. Баланың басты ұстазы ата-ана. Ата-анамен байланысу мақсатында, оқушының тәртібі мен дамуына бірлескен қолдау көрсету мақсатында осы жиналысты жасап отырмын. Қош келдіңіздер, қадірлі ата-аналар. Балаларымыздың болашағы үшін бірігіп жұмыс жасау ортақ міндетіміз. Жиналысымыздың сәтті өтуіне белсенді қатысуларыңызды сұраймын. Жылы атмосфера орнату мақсатында сіздермен смайликпен амандастық. Енді табаныңыздар мен телефонды өшірдіңіздер. Жиналысқа қандай көңіл күймен кірдіңіз деген табаныңыздар әдісімен кірдіңіздер. Енді өзіміз отырып шай ішейік. Қызық ойын ойнаймыз. Ортаға шығасыздардан білесіздер, білмейсіздер. Ойны. Мысалы, менің осы сыныпта қызымның Гүлжан қызымның оқитын білесіздер. Білесіздер. Ал менің тігістігетін білмейсіздер. Серік Дарбағасымын. Мектепте жұмыс жасаймын. Азынан кішкене мектепте жүремін. Нені білмеймін сіз туралы? Азынан кішкене мектепте жүргенімде. Сіздің мұғалім екеніңізді білмейді екенмін. Мен Әбділбекқызы Айшаның анасымын. Білесіздер деген сөзді білесіздер. Білмейтінді не айтайын. Балаларымды жақсы көремін, қатты. Білеміз. Оны білмейсіздер. Мен көпбалалы анамын. Соны білмейсіздер. Мен Тұрсынәлі Ажардың мамасымын. Қызылхан мектебінде завхозбен жұмыс істеймін. Білмейсіздер. Мен Юсуповтар Әділбек Ақылбектің анасымын, егіздердің. Оны біледі. Оны біледі. Бірақ үйде отырғанды білмейсіздер. Мен кім екенімді білмейсіңдер. Мен Качканакова Бұрылханның әжесімін. Берекебай Нұрбақыттың мамасымын. Білесіздер де тіпті. Мен де көпбалалы анамын. Кішкентай үйде көпем бар. Мені ата-аналар комитеті бітіруші екенін білесіздер. Гүлжанның мамасы менің абысым екенін білмейсіздер. Айсерінің мамасымын. Оны білеміз. Білмейміз, нені білмейміз? Қайда жұмыс істейсіздер? Мен компьютерскийде істеймін. Сен бағым бабасы? Мен Райхан Мединаның мамасымын. Оны білесіздер. Төрт баланың анасы екенін білмейсіздер. Өз балаңыздың бас әріпінен басталатын әріпті аласыздар да, мұна 3 сұраққа жауап бересіздер. Дірілдеп жүгіріп келдім. Дарыным қандай дарынды. Сізге бәріңізге денсаулық тілеймін. Өте тамаша. Жарайсыз. Жиналысқа немен келдіңіз? Бақытты келді. Басқаларға келдік. Балаңыз қандай бақытты, болашағы зор. Бізге тілейміз. Барлығымыз бақытты болайық. Мен атпен келдім. Атпен келіпті. Балаңыз қандай ақылды. Жарайды, рахмет. Жиналысқа немен келдіңіз? Запорожье дұрыс. Балаңыз қандай? Заманауи. Заманауи. Бізге тілегіңіз зор денсаулық. Өте тамаша. Жарайсыз. Жиналысқа немен келдіңіз? Нексиямен балаңыз қандай? Ниеті түзу, бізге тілегіңіз, несібелеріңіз көп болсын. Ой, тамаша. Келдіңіз, жаяу келдің. Балаңыз қандай? Жағымды, жақсы. Бізге тілегіңіз жақсылық. Балам өте ақылды. Сіздер абырой тілеймін. Өте тамаша. Рахмет. Жиналысқа немен келдіңіз? Самокатпен келді. Балаңыз қандай? Сүйкімді.
Бізге тілегіміз сіздерге сүйкімді болып жүре беріңіз. Рахмет. Кейін ғана емес, ол тәртіп пен бірліктің, оқушы мәртебесінің белгісі, формадағы бірізділік әрбір оқушы оқу процесінде тең жағдай жасауға, артық бәсекелестікке жол бермеуге және мектептің ішкі тәртібін сақтауға өте қажет дүние. Білім алушыларға сырт келбеті, олардың мәдениетті болуы, ұқыптылығы, өзін-өзі сыйлауы осы мектеп формасынан көрінеді. Кейде болмайды. Ата-ананың ақылы қазуды қара жолмен теңейді. Енді тағы бір қызық ойын. Хат жаздық сіздерге арнап. Қазір бір-бірден тұрасыздар, сіздерге бұл сынақ бір жағынан. Мына жердегі балаңыздың жазуын танып, хатты оқисыздар. Ал енді сіз үйде балаңызбен сабақ дайындайсыз ба, дайындамайсыз ба? Осыдан көруге болады. Ал мархабат. Рахмет әке, біз үшін барды бердің, рахмет әке. Үлгімсің мәңгі менің асыл әке. Асқары биік қыраны